Қазір колледжге түскім келеді деп ешкімді таң қалдыра алмайсың. Табысты адамдардың көбі алғашқы кәсіби білімдері мен дағдыларын колледж қабырғасында алғандарын мақтан айтады. Сондай-ақ олар жұмыс өтілдерін студенттік шақтан бастап кеткен. Кәсіби білім беру жүйесінің екінші тынысы ашылғандай, жұмысшы мамандықтарға сұраныстың өсуі олардың кең таралуына жол ашты. Сапалы білімге деген сұраныс болған, әлі де бола бермек. Сапалы білім беру ұғымының синонимі жылдар бойы жоғары мектеп саналып келеді. Алайда ақпараттық технологиялардың дамуы, заманауи білім беру бағдарламаларының кәсіби білім беру жүйесіне енуі колледж студенттерінің санын күннен күнге арттырды. Басымдық айқын. Кез келген білім алушы қысқа мерзім ішінде заманауи дағдыларды меңгеріп, жұмысқа орналасып лайықты төлемақы ала алады. Қазір колледждерде ақпараттық және басқа да технологиялық салаларда өзекті бағыттар бар. Бұл болашақтың мамандығы деген сөз. Дұрыс таңдалған стратегияның нәтижесінде бұл мамандықтарға деген байқаулар артып келеді. Қазір колледжде оқудың беделі биік, болашағы жарқын. Шығыс Қазақстан облысында барлығы 38 колледж жұмыс істейді. Оларда 101 мамандық бойынша 20 мың студент білім алуда. Біз бүгін заманауи білім мен дағдыларды меңгерген маман қалыптастыруымыз маңызды. Ол үшін тиісті материалдық техникалық база болу керек. Бүгінгі таңда колледждер жанынан құзыреттілік орталықтары құрылды. Олар заманауи жабдықтармен жабдықталған. Өйткені біздің аймақ өнеркәсіптік, яғни кәсіпорындарымыздан мақсатты тапсырыс бойынша жұмыс істейміз. Біз жұмысшы мамандықтарын алатын студенттердің санын көбейтуді ғана емес, ең бастысы 100% жұмыспен қамтуды мақсат етуіміз керек. Ұстаздар болашақ білікті маман иесін қалыптастыруға мүмкіндік беретін заманауи құзыреттерге ие болу тиіс. Қазір дуалды оқытуды өте белсенді дамытудамыз. Яғни студенттер теориямен қатар өз білімдерін тәжірибеде қолданады. Мысалы, Соғыра жылу электр орталығында студенттер шамамен 200 мың теңге жалақы алады, және оларда осы мекеменің қызметкері болуы әбден мүмкін. Ең бастысы кәсіби өсу бар. Бүгінде Шығыс Қазақстан еңбекші әулеттермен танымал. Солардың бірі металлургтер әулеті Жангутдиновтер. Металл үйшілердің еңбек жолы бір ширек ғасырға жуық. Өткен ғасырдың 40 жылдарынан бері үшінші ұрпақ еңбек дәстүрін жалғастырып келеді. Бүгін Жангутдиновтер тек металлургтер ғана емес, химик және тау-кен инженерлері, барлығы кәсібіне адал. Ержан Жангутдинов құрастырушы инженер. Оның күрделі механизмдердің схемасын құрастырып жүргеніне 30 жылдан асты. Ержан бұл кәсіпте миллиметрге дейін анық өлшенетін қателікке жол бермеу керектігін айтады. Бұл кәсіп менің өмірім десе де болады. Қолыңнан не келетінін және өмірдегі басты құндылығыңды көрсеткің келеді. Ата-анам да туған жерімде қалып қызмет етуді айтып отыратын. Ержанның қызы Ару Жангутдинова химик, әкесінің және атасының салған ізін жалғастыруда. Бой жеткен құнды металдардың құрамына сараптама жасайды. Температурасы мыңдаған градусқа жететін зертханадағы пеште жұмыс істейді. Әу баста химия саласына бейімділігім болды. Зертханаларда жұмыс істегім келді. Таңдауды өзіме қалдырдым. Қай мамандыққа түсетінімді, жұмысымды барлығын өзім таңдадым. Отағасы Мерхан Жангутдинов металлургтер сырттай қатал көрінгенімен іштей бәрі романтик дейді. Олар отбасылық мерекелерде ән айтып, өлең жолдарын мәнерлеп оқығанда жақсы көреді. Мерхан ағаның өзі де өлеңдер жинағын шығаруды жоспарлап жүр. Қағаз бетіне түсіргендері едәуір жинақталып қалған. Енді міне зейнетке шыққанда оларды жинап, басуға уақыт табылатынын айтты. Папа нам много что дал. Әкем бізді көп нәрсеге үйретті, еңбекке баулады. Сондықтан да біздің арамызда жалқаулар жоқ. Мен мұны мақтанышпен айта аламын. Кітап басып шығаруды алдыма мақсат етіп қойдым. Ойға алғаныма 7 жыл өтті. Отбасым жайлы айтсам, үлкен тату отбасымыз. Осы отбасына тәрбиелену бұйырды. Басыма не түссе де жақындарыма рахмет айтамын. Отбасы дегеніміз ауызбіршілік, жанұя деген ұғымды білдіреді. Жангутдиновтер жүрек қалауына құлақ асу сүйікті кәсіпті табуға көмектесетініне сенеді. Олар өмірге деген құштарлықты балалары мен немерелерінің бойына сіңіруде. Перзенттері бала шақтан еңбек атмосферасымен және металлургия жайлы біліммен сусындап өскен. Сондықтан Жангутдиновтер сенімді қолда.
ата-ананың көрсеткен жолы Дмитрий Тилляевтің де болашақ кәсібін айқындап қойған. Шағын кеншілер қаласы Риддердегі бала Дмитрий өзін жеке тұлға ретінде жетілдіріп, Өскемендегі мыс зауыты Казцинк металлургия кешенінің жетекшісіне дейін өсті. Металлург болу Дмитрийдің тағдырына жазылған. Өйткені ол 130 жылдан астам жұмыс өтілі бар металлургтер әулетінен шыққан. Когда я учился в школе, Мен мектепте оқыған кезде басқа жоспарларым болған. Бұл жақта қалмай Томскке немесе Новосібірге электроэнергетика бағытына оқуға түсу үшін емтихан тапсыруға қарқынды дайындалып жатқам. Емтихан басталғанда бірнеше күн қалғанда ойым өзгеріп, осында қалып металлург болып шештім. Риддер мыс зауытында істеген әкемнің үлгісі болса керек, анам да сол жерде химиялық сараптау зертханашысы болып жұмыс істеген. Бір қалыпты өндіріс тұрақты еңбекақыны көріп өстім. Мектепті 1999 жылы аяқтадым. Бұл кезең жайлы уақыт болды деп айта алмаймын. Болашағымыз белгісіз аласапыран уақыт еді. Сондықтан ата-анамның жолымен металлург болам деп шештім. Дмитрий айтқандай, бүгінде жұмысшы мамандықтар өндіріс инженерлермен тең тұрады. Оқу барысында болашақ мамандар теорияны терең біліп, мол тәжірибе жинайды. Бұл заманауи өндірісті көрсетеді. Кәсіпорындарда мансаптың өсуіне жол ашады. в свое время не побоялся Бір кездері ағылшын тілін үйренуге білек сыбана кіріскенім бар. Осы кастингті ағылшын тілін үйренушілер арасында байқауға қатыстым. Бұл алғашқы сайыстардың бірі еді. Конкурста жеңіп, Малайзиядағы Куала-Лумпурге 2 аптаға оқуға мүмкіндік алдым. Жергілікті халықпен сөйлескенде бір ауыз орысша сөз қоса алмайсың. Ол жерде бәрі әлемнің әр түкпірінен жиналған. Осы ортада жүргендіктен жергілікті халықтың тілінде сөйлеуге мәжбүрсің. Мақтанышпен еске аламын. Өскемендегі ең дәмді наурыз көже бауырсақ бешбармақты мектеп аспасы Игорь Усачев дайындайды. Осы білім ордасының оқушылары мен педагогтері солай санайды. Игорь балаларға дәмді ас дайындаған анасының ізін жалғастырған. Мишлен жұлдызды мейрамханалары жайлы ойламайды. Ол үшін жұлдыз дегеніміз тоқ балалар. Сондай ол дәмді ботқа мен компоттың нағыз шебері. Мектеп асханасының бас аспазы Игорь Усачев жиһаздар қабырғадағы картиналар көңіл күйді көтеріп, ас қорытуды жақсартады деп санайды. Ол дизайнды өзі құрастырған, ішінің кафеге ұқсас болғанын қалаған, ал ең жағымдысы оқушылардан қалған бос тәрелкелер екенін айтады. Нан өнімдері су бүлгірмейді екен, тоқаш, бауырсақ және бәлішті үзілісте талап алып қояды. Үйдегілерге беру үшін де бөлек сатып алатындар да бар. Жасалу жолымен бөлісуді де жиі сұрап жатады. Нан өнімдері де ыстық тамақтарда не пісіреміз және қалай пісіреміз деп сұрайды. Ұстаздарына келіп сұрайды. Аспазшының қызықты оқиғалары да бар. Оқушылардың бірінің анасы күн сайын котлет алуға келетінін байқап қалған. Раз, два, три, заметь. Бір емес, екі емес, бірнеше рет алды. Қызық болып, неге үнемі котлет қана алатынын сұрады. Өйткені балам сіздің котлетіңізді жақсы көреді, соны ғана жейді деді. Игорь осы мектепте 3 жылдан астам уақыт жұмыс істеп келеді. Таңдаған кәсібіне бір ретте өкінбегендігін айтады. Керісінше кәсіби шеберлігі мен таңдауының дұрыстығына деген сенімі күн сайын артып келеді. Білім мекемесінің директоры аспазшымен алғаш рет сөйлескенін әлі күнге дейін еске алады. У меня первое это что было? Менің ең бірінші сұрағым тағамдарға ет қосасыз ба болды. Ол 100% деп жауап берді. Біздің мектеп қазақ мектебі. Қазақ балалары болғандықтан бешбармақ сүйікті тағамдары екені анық. Педагогтер егер тек сөзінде тұрып қана қоймай, наурыз көже, бауырсақ, бешбармақ дайындауда бәрінен озып кетті дейді. Көктемгі мерекеде оқушылар дәстүрлі түрде қала тұрғындарын ұлттық тағамнан дәм татқызады. Тек жағымды пікірлер айтылады. Алайда ең бастысы аспазшы оқушылармен тіл табысып кетті. Игорьдің өзі жұмысының арқасында мемлекеттік тілді үйреніп жүр. Сондай-ақ әр күн сайын балаларды дәмді әрі пайдалы таңғы және түскі аспен таңғалдыруға тырысады. Оның көрсеткені біреуге үлгі болары анық. Мектептен кейін оқушылар аспазшы болуға ұмтылуы мүмкін. Дәмді тамақтандырудың өзі нағыз өнер емес пе? Осындай қызықты әрі есте қаларлық оқиғалар бүгінгі студенттерді шабыттандырып, оқуда және тәжірибеде жоғары нәтижеге талпындырады. Әрбір жеткіншекке оқудың дұрыс траекториясын қалыптастыру, кәсіби дағдыларды меңгеру және алдағы мансабының, қаржысының өсуі маңызды. Әрине мұндай кәсіби білімнің іргетасын колледж қалыптастырады. Бүгінде Қазақстанның шағын, орта және ірі кәсіпорындары жұмысшы кадрлерді дайындауға дуалды оқыту арқылы үлес қосып отыр. Жұмыс берушілер колледждерде өтетін кеңестерге қатысып, білім беру бағдарламаларына тікелей көмек береді. В каждом учебном заведении определен лимит
Әрбір оқу орнына белгілі бір кәсіпорынға қажетті мамандықтардың лимиті белгіленіп, оқу бағдарламалары қазірдің өзінде осы өндірістің қажеттіліктеріне бейімделген. Студенттер көбіне практиканы меңгеріп, теория азая бастады. Біз білім басқармасының кәсіпорындарының талабына сай бейімделіп, бағдарламаны оңтайластырғанына әрқашан қуаныштымыз. Шығыс Қазақстан облысында бұл әдіс жоғары деңгейде жүріп жатыр. Сондықтан жұмысшы маманына мамандану немесе жоғарғы білім алу деген екі таңдау болғанда, біз үнемі жұмысшы кәсібінен баста, жұмысшы кәсібін меңгеріңдер деп кеңес береміз. Нарықта не болса да, қандай өзгерістер орын алса да, жақсы жұмысшы білімің болса, бәрін басынан бастап, әрі қарай мансабыңды жалғастыра аласың. Нарықтың құбылуы саған қорқынышты болмайды. Нарықтың кез келген өзгерісінде жұмыссыз қалатын ақ жағалылардан айырмашылығы да осында. Технологиялық және кәсіптік білім беру жүйесін дамыту үшін облыста жыл сайын зертханалар, шеберханалар заманауи технологиямен және құрал жабдықтармен қамтылуда. Құзыреттілік орталықтары техникалық және кәсіптік білім мен оқытудың барлық бағыттарын қамтиды. Кадрларды даярлаудың World Skills халықаралық стандарттарын енгізу оқу үрдісіне алдыңғы қатарлы шет елдердің тәжірибесін қолдануға мүмкіндік берді. Ал 2019 жылдан бастап біз халықаралық World Skills беделді жарыстарындағы студенттеріміздің жеңістерінің куәсі болып келеміз. Бұл стандартты емес идеялар бар, үнемі ізденіс үстіндегі шығармашылықпен жұмыс істейтін мұғалімдердің табысты қызметінің нәтижесі. Әрине, мұның барлығы студенттер үшін жоғарғы нәтиже әкеледі. Студент мансабының оқу теориясынан кәсіби шеберлікке дейін өсуіне көмектеседі. Бұл қазіргі қоғамның талабына толығымен сәйкес келеді.